Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сабақтың соңғы бөліміне келдік. Достар, қазақтың қолөнерінің дамуына өз үлесіңізді қосып, видеоны таратуыңызды сұраймыз. Достар, сонымен қатар видеоның соңында сіздерге бір ойын ойнатпақшымын. Егер де біздің арнамызға жазылып видеоларымызды соңына шейін қарап, лайк басып, астына комментарий қалдырсаңыздар, және де сол комментарийларыңыз көп лүпілге ие болса, біз солардың арасында 2000 теңге ойнатпақшымыз. Яғни 2 адамға 2000 теңге. Ендеше сабақты бастаймыз. Барлық тігілген құрақтарды түзу тігіспен біріктіреміз. Және шетіне жолақ тігеміз, яғни су жүргіземіз. Бұл көрпешеде бізде шетіне көк түстен жүргіземіз. Өйткені көк түс әдемі үйлеседі. Және мына түсіріп отырған ақ түсті жолақшаларымыз, яғни ол көрпешенің шетіне желбезек болып тігіледі. Ол көрпешеге әдемі сән береді. Және де астар матасы сіздің тігіп отырған көрпешеңіздің түсімен бірдей болғаны абзал. Және де көрпешемізді теріс айналдыру үшін осындай
ортасынан орын қалдырып кетеміз. Видеоның соңына шейін тамашалағаныңыз үшін рахмет. Ойыннан қалыс қалмай, ұтысты болайық. Сау, сәлеметті болыңыздар.